Сәлем достар, бұл бастап көреміз арнасы. Бүгін біз сіздерге 2025 жылы болатын тұрғын үй жүйесіндегі маңызды өзгерістер жайлы айтып береміз. Егер сіз қазірдің өзінде мемлекеттік тұрғын үй кезегінде тұрсаңыз, немесе кезекке тұруды жоспарлап жүрсеңіз, бұл бейнеролик сіз үшін. 2025 жылдың 24 мамырынан бастап Қазақстанда мемлекеттік тұрғын үй кезегіне қатысты үлкен өзгеріс болады. Енді тұрғын үй кезегі жергілікті әкімдіктерден отбасы банкіне өтеді. Сондықтан, егер сіз қазірдің өзінде кезекте тұрсаңыз, өзіңізді тізімнен міндетті түрде тексеріңіз. Бұл өте маңызды. Ол үшін кезекте KZ сайтына кіріп, келесі деректерді енгізіңіз. Кез келген браузердің адресін строкасына немесе поисковикке кезекте KZ деп тересіздер. Сайттың басты бетіне өтесіз. Сосын осы шаңырақ деген бөлімін басыңыз. Проверить очередь. Ин жазасыз мына жерге. Сіз бойынша барлық ақпараттар шығып тұрады. Қандай районда, номеріңіз қандай списокте тұрсыз, қандай категорияда және очередьке тұрған уақытыңыз. Егер тізіммен өзіңізді таппасаңыз, тез арада тұрғылықты жеріңіздегі әкімдікке хабарласыңыз. Қазір барлық өңірлерде кезекте тұрған азаматтардың деректері тексерілуде. Себебі 24 мамырдан кейін барлық тізімдер жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы электрондық жүйесіне өтеді. Бұл жүйені отбасы банкі басқарады. Жаңа жүйе не береді? Жылжымайтын мүлік автоматты түрде тексеріледі. Отбасы жағдайы мен мәртебесі жүйе арқылы сарапталады. Адам араласпайтын әділ және ашық кезек жасалады. Сыбайлас жемқорлық пен қателіктер болмау үшін бәрі автоматтандырылады. Тұрғын үй қалай бөлінеді? Тұрғын үй екі негізгі санатқа бөлінеді. 70% бірінші кезекте тұрған азаматтарға. Келесі санаттар бойынша: Ұлы Отан соғысы ардагерлері, жетім балалар, көп балалы отбасылар, мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар, бірінші және екінші топ мүгедектері, жалғызбасты аналар мен әкелер. 30% басқа санаттарға, яғни мемлекеттік және бюджеттік қызметкерлер, әскери қызметшілер, қандастар, ауыр дертпен ауыратындар. Тұрғын үй мен табыс деңгейі қалай байланысады? Егер табысыңыз күнкөріс деңгейінен төмен болса, әкімдіктен жалға берілетін үй. Жалдау ақысы 50% субсидиялау. Егер табысыңыз күнкөріс деңгейінен жоғары болса, 2,5%-дан 9%-ға дейін жеңілдетілген ипотека ұсынылады. Қандай үй беріледі? Әкімдіктен әлеуметтік тұрғын үй немесе құрылыс компанияларынан сатып алынған пәтерлер. Барлық тізімдер мен жаңартулар отбасы банкі сайтында 90 сайын жарияланып отырады. Қоғамның осал топтары үшін тұрғын үй сертификаттары қарастырылған. Бұл бастапқы жарнаны төлеуге көмек болады. 2025 жылы осы мақсатқа 290 миллион теңге бөлінген. Кімдерге баспана берілмейді? Соңғы 5 жылда үйі болғандар, сыйға тартылған немесе сатылғандар да кіреді бұған. Бұрын мемлекеттік тұрғын үй алғандар, жалған мәлімет бергендер, үйі апатты болса, бірақ басқа қалада орналасқан болса, сондай-ақ льготты ипотекамен үй алғандар. 24 мамырға дейін кезегіңізді тексеріп үлгеріңіз. Бұл сіздің баспанаға бастар нақты қадамыңыз болуы мүмкін. Бастап көреміз арнасы әрдайым маңызды жаңалықтармен бөлісіп отырады. Алдағы өзгерістерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сұрағыңыз болса, төменге жазыңыз, міндетті түрде жауап береміз. Келесі бейнероликте біз сізге кезекте KZ сайтында қалай тіркелу керектігін нақты әрі түсінікті етіп көрсетеміз. Маңызды әрбір өзгеріске дайын болу үшін бастап көреміз арнасымен бірге болыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жүзі дөңгелек, айдың сырын кім біледі?
қартайғанда бір келет. Айдың жүзі мен келем, айгүлек ау айгүлек. Айдың жүзі дөңгелек, айдай тұлға кезінде би билеймін